Дүниежүзілік жер күні 2009 жылдың 22 сәуірі күні Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 63-ші сессиясында бекітіліп, және 2010 жылдың 22 сәуірінен бастап жыл сайын атап өтіледі. Адамзат өмір сүріп жатқан ортақ үй, ортақ мекен. Адам мен табиғат егіз ұғым, ағаш жапырағымен, жер топырағымен көрікті дейді халқымыз. Табиғат көркейіп, желегі жасыл тартса, адамның да тынысы кеңейіп, көңілі көтерілері анық. Табиғатты қорғау үшін бәріміз күресейік, бір ағаш егейік, текке отырмай, жасымыз бен кәріміз, таза ауа үшін терімізді төгейік. Болған Теміртау қаласы білім бөлімінің әлем балалар жас өспірімдер шығармашылық орталығының жас эколог үйірмесінің білім алушылары.